Сәлем достар, бұл видеода мен сіздерге қалай компьютерге Windowsқа екінші қолданушы қосуға болатынын көрсетемін. Ал сіздер тіркеліп жайғысып көріңіздер. Пускты ашамыз, баптауларға кіреміз. Учетіне записиге кіріп, семья и другие таңдаймыз. Жаңа қолданушы қосамыз. У меня нет данных басамыз. Жаңа екінші қолданушыға кличка береміз. Қолданушы қосылды, енді оны тексереміз. Жасалған қолданушыға кіреміз. Бастапқы беттегі керексіз заттарды өшіреміз. Міне екінші жұмыс үстел дайын. Сіздермен болған Қазтехногид арнасы.